Осы видеода көркем әдебиетте кездесетін қатыгездік сипатталған көріністер қосылған. Көру барысында сақ болуды ұсынамыз. Осындай контент тек әдеби және танымдық мақсатта ұсынылып тұр. Шақан шері романы авторы Мұхтар Мағауин. Роман 1984 жылы жазылған. Романның структурасы осындай: бастау, үш тарау және эпилог. Біріншіден мен романда не болған туралы қысқаша айта кетемін, ал кейін әрбір тараудың бөлімдерін толығырақ талдаймын. Роман жолбарыстармен байланысты, сондықтан алдымен терминология. Мен түсінгендей, шері дегеніміз жолбарыс сөзінің синонимі. Арлан дегеніміз еркек жолбарыс, қаншыр дегеніміз әйел жолбарыс, шөнжік дегеніміз бала жолбарыс. Романның оқиғалары қандай жылдары болғаны туралы жазылмаған, бірақ примерно 19 ғасырдың ортасы деуге болады. Романның оқиғалары қазіргі Алматы облысының жерінде өткен. Басты кейіпкер Шақан дейтін кісі. Қателеспесем, сол заманда патшалық Ресейдің қазақ жерінде отарлау саясаты басталған болатын. Кенесары хан сияқты кейбір қазақтар осы отарландыру саясатына қарсы шыққан, ал кейбір қазақтар, мысалы осы шығарманың кейіпкері Жалтақ Жантай, отарландыру саясатына көмектескен. Осы Жалтақ Жантайға қала тұрғызу керек болған. Ол сол үшін Шақанның қыстауын жаулап алып, ондағы жұртты қуып шығарып, малын алып, ондағы ата-баба моласын үстіне қала тұрғызады. Шақан, оның әйелі және 5 жасар баласы Қапшағайға көшеді, бірақ сол өңір жолбарыстың жатағы болған екен. Бірінші тарауда бір жолбарыс Шақан үйіне келіп, Шақан әйелі мен баласын өлтіреді, Шақан тірі қалады. Шақанға көңіл айту үшін біріншіден ата жұрты, кейін нағашылары келеді. Көңіл айтумен қатар әрбір жұрт бір жолбарыстан өлтіреді де үйлеріне оралады. Кейін біраз уақыт өткеннен кейін туыстары Шақанның үйіне келіп, Шақанды киізінде таба алмады. Шақан жолбарыстардан кек алғысы келіп, көзіне көрінген әрбір жолбарысты өлтіруге бел байлап, жалғыз сапарға аттанған екен. Екінші тарауда Шақан жолбарыстарды өлтіре бастайды. Шақанның кек алғаны күшті болған сонша, Шақан жолбарыстардың терісін сыпырып алып, осы терісін кие бастайды. Ол сол үшін елде танымал болып, жұрт оны Шақан шері деп атап бастайды. Шақан сол туралы ең бірінші рет Менсұлу деген қызды көргенде естіген. Ол сол қызды ұнатады, қыз да Шақанды ұнатқан, бірақ Шақан Менсұлудан dead inside болып кетеді. Шақанның раздвоение личности, яғни тұлғаның екі жүзділігі сезіле бастайды. Ол мен Шақан емеспін, мен атым шері деп ойлана бастайды. Үшінші тарауда бір жолбарыс Шақанның үстіне секіреді, бірақ осы жолбарыс Шақанға тимей бұрылып жоғалды. Осы сәттен бастап Шақан шөнжіктерді бірден өлтірмеді, тек қана ересек жолбарыстарды өлтірді. Шақан өз өмірі мен жолбарыстарға деген кегі туралы ойлана бастайды. Әйелі мен баласы өлгенде Шақанға ата жұрты да, нағашылары да жолбарыстарын адамға жайдан жай шабуыл жасамайтынын айтқан. Шақан әйелін мен баласын өлтірген жолбарыстың артқы аяғында қорғасын оқ тапқан есіне түскен. Осы сәтте Шақан, оказывается, жолбарыстардың кінәлі емес екен деген ықтималдылық бар екені туралы ойлаған. Осылай Шақан 100-ден астам жолбарыстарды өлтіргеннен кейін оларға қарсы соғысын тоқтатып, немесе аяқтап, өзінің жұртына Сарыарқаға баруды шешті. Үшінші тарау осылай бітеді. Осы үш тараудан басқа романның бастауы мен эпилогы бар. Негізі кітап бастаудан басталады, бірақ бастауды түсіну үшін біріншіден осы үш тарауды оқу керек. Кітапта жазылған бастау немесе эпилогқа кіріспе. Мен ойладым, жарайды, алдымен үш тарауды талдаймын, кейін бастау, кейін эпилог туралы айтамын. Бастауда үш кейіпкер бар. Шақан тұтқын болып тұрған, оның алдында төре отырған, ал төренің қасында тілмашы тұрған, яғни төре қазақша түсінбейді. Шақанды өз жерінен қуып жіберген Жалтақ Жантай деген төре болды ғой. Немесе осы төре, немесе тілмаш осы Жалтақ Жантай болған. Қайсысы екен мен түсіне алмадым. Неге Шақан тұтқын болып тұрды онда?
Үшінші тараудың соңында Шақан өз ата-баба моласына баруды шешті. Осы молада оны жалтақ жантайдың адамдары тұтқынға алды. Шақанның өзімен бірге мылтығы болған, бірақ ол қарсылық көрсетпеген. Бірақ бір адам свидетель ретінде айтқан: Шақанды Көкбелес деген жерде отаршылдыққа қарсы шайқаста көрді деп. Соңында Шақан күле бастайды. Неге екен мен түсінбедім. Ал эпилогта роман авторы Мұхтар Мағауин «Мен романды осылай жаздым» деп коммент қалдырды. Видеоны паузаға қойып демалыңдар, ал кейін мен роман әрбір тарауын толығырақ талдаймын. Ал кеттік. Бірінші тарау, бірінші бөлім. Шақан Масақ мергенің жалғыз ұлы. Шақан отбасымен бірге Қапшағайға көшкен. Әйелінің аты Ажар, ұлының аты Сәмен, 5 жаста. Қыз үшеуі киіз үйде болған. Жолбарыс ішіне кіріп, Сәменді алып шықты. Шақан қорыққан, мүмкін сол себепті өз әйелі мен баласын қорғай алмады. Ол жолбарысты көргенде тупит еткен, не істеу керек екенін білген жоқ. Ажар бірден шығып, жолбарысқа қарай ұмтылды. Жолбарыс Сәменді жаралады, бірақ баласы өзінің жарақаты мен қанына қарамай, баяу, бірақ максимум күшімен жолбарыстан жүгіре бастады. Жолбарыс енді Ажарға барды. Ол Ажарды бірден өлтіріп тастады. Өлігін қалдырып, Сәменге қарай барып, оны алып, қалың қамысқа секіріп жоқ болды. Яғни Ажардың өлігі бар, ол точно қайтыс болған. Бірақ мен түсінгендей, Сәмен өлігін шығармада көрген жоқпыз. Просто жолбарыс баланы қайтарған жоқ. Ол баланы бірден жемесе де, бала қаны жоғалғанынан немесе жарақатынан өлетін еді. Екінші бөлім. Біріншіден Шақанға Алатаудың етегіндегі ата жұрты келген. Ата жұрты Шапрашты руынан шыққан. Олар Шақанға келіп, өткен оңалмайды, берік бол деп айтқан. Кейін Ілен арғы бетінен Жалайыр руынан шыққан Шақан нағашылары келген. Олар еркексің ғой, есіңді жи деп айтқан. Үшінші бөлім. Шақан мен ата жұрты бір жолбарысты өлтірді. Тоқай деген жігіт жараланды. Жігіттер жолбарыс үшін Тоқайдың атын уландырды да кетті. Төртінші бөлім. Енді нағашылар келді. Олар Шақан ата жұрты уландырған атты көргенде күле бастады. Осы атты жеп, өлген тек қана сауысқан мен ит болған. Нағашылар ауылдан арнайы семіз өгізшені әкеліп, оны далада жолбарыс үшін байлап қалдырған. Үшінші күні жолбарыс өгізшеге шапты. Нағашылар жолбарыс үшін күрке, яғни қақпан жасады. Жолбарысты өлтірді. Шақан ешқайда көшпеймін, әйелі мен баламның жылын күтем деп айтты. Бесінші бөлім. Ата жұртынан Құбамерген, ал нағашылардан Қара батыр келіп, осы екеуі бірігіп Шақанның үйіне келді. Оны таба алмады. Біріншіден, олар Шақан қайтыс болған деп ойлаған. Сондықтан оған жаназа оқыған. Бірақ кейін қараса, Шақанның киізінде мылтық пен Шақанның киімдері болмаған. Яғни Шақан бір жерге кеткен деп болжырады. Кейін екеуі Ажардың қабіріне келіп қараса, Ажардың қабірінің қасында екінші жаңа қабір бар екен. Мен түсінгендей, ата жұрты мен нағашылары Шақаннан кеткеннен кейін Шақан әйелі мен баласын өлтірген жолбарысты өзі өлтіріп, оны жерледі. Бірақ жерлегенде ол как будто өзін жерледі. Ал өз-өзіне енді мен тірі адам емеспін, мен өлі аруақпын деп айтып, жолбарыстарды өлтіруге аттанды. Екінші тарау, бірінші бөлім. Жолбарыс ене қабанды өз 3 шынжіктеріне әкеліп тастады. Енесі қақпанға түсіп, ұзақ өлген. Жас жолбарыс қорқып қашқан. Келесі күні келсе, енесі жоқ, ал қақпаннан адамның иесі шығып жатыр. Осы жас жолбарыстың болашақта өз 3 шынжығы болады. Осы жолбарыс терең құз ішіне құлаған. Шақан уже жолбарыстай киінген болатын. Ол осы жолбарысты көріп өлтірді. Екінші бөлім. Ол 3 шынжіктерін алып, яғни Шақан 3 шынжіктерін алып, оларды жіппен байлап, олардың өз анасының өлі денесінің қасына апарды. Кейін Шақан осы жолбарыстың басын жарып, миын алып, одан аққан қанды 7 рет ішті, балаларының көзінше. Онымен қатар псих сияқты күле бастады. Осыдан кейін ол шынжіктерін әрқайсысын бір-бірден алып,
оларды жерге, ажалға дейін соға бастады. Осылай ол 3 шынжықты өлтірді. Үшінші бөлім. Сол аймақта жолбарыстың саны көп болғанда 100 болған, ал шақан 35-еуін өлтірген. Ал егер шынжыктермен санасақ, 2 есе көп болады. Шақан өзінде шомылғанда оған қарай жолбарыс жүзген. Шақан соны байқағанда тығылып, жолбарыс оны көрмей әрі қарай жүзе берді. 4-ші бөлім. Шақан арқаға сапар жасаған. Осы сапары 1 жылдан астам уақыт алған. Балқаш жақта Сары Шыған деген төбек бар. Шақан сол аумақта болғанда жолбарыс даусынан оянды. Қаншыр кел, мен мұндамын, деп арланды шақырды. Жас арлан келіп, қаншыр оны айналып, арланмен жаласа бастады. Бір сәтте какой-то кәрі арлан келіп, жас арланға бас алып, олар бір-бірімен шайқаса бастады. Олар төбелескенде қаншырдың берекесі кетіп, ол шайқастың тезірек аяқталуын күткен. Тығылып отырған шақан соның барлығын көрді. Кәрі арлан жас арланды өлтіріп, қаншырға келіп, ойнай бастады. Шақанның мылтығы болған, бірақ ол жолбарыстарды өлтірмеді. Өйткені біреуін өлтірсе, екіншісі шақанға тез шабуыл жасар еді. Сондықтан шақан күтіп, сол жерден абайлап кетті. Енді шақанға түнеу үшін жер табу керек болған. Ол бір беленді тауып, құрға, қоянға, тұзақ және өзіне күрке, яғни шалаш жасай бастады. Кешке қарай тұзақтарына барып, онда түскен ақ қоян мен қырды өлтіріп, от жағып, оларды жеді. Шақан аз жеп отырғанда айналасына қарады. Ашық аспан, өз күркесі, от, тамақ осыған қараған. Шақан ол дүниедегі ең бақытты адам болып сезді. Енді шақан арлан сияқты дыбыс шығара алды. Осылай ол арландай ақырып, оған қаншыр келген. Шақан биік ағашқа отырып, сол жерден оның даусына келген қаншырға 2 оқ салып өлтірген. 5-ші бөлім. Бір күні шақан жылқы баққан қызды көреді. Қыздың аты Менсұлу, бірақ ол қызға ұқсамады. Шақан оны бірінші рет көргенде боз бала деп ойлаған. Менсұлу шақанды таныды. Ол оған елдің шақанға шақан шері деген лақапат бергені туралы айтқан. Елдің айтуынша шақан күндіз адам, түнде жолбарыс кейпінде жүреді. Менсұлу шақанға осы өңірде жолбарыстың жұртқа тыным бермейтінін, бірнеше рет жылқыларына шабуыл жасағанын айтқан. Шақан Менсұлудың әкесі Атабек атты ақсақалмен танысты. Ақсақал шақанға көмек ретінде ауыр жолбарыс көбесін берген. Көбе дегеніміз броня. Атабек ақсақалдың Жауқашар батыр атты бабасы болған екен. Осы көбе, осы Жауқашар батырдың көбесі болды. Кезінде Жауқашар батыр кісі жейтін жолбарысы өлтірді. Бірақ осыдан кейін ол жайдан жай адамды тиіспейтін жолбарыстарды өлтіре бастады. Батырдың мейманасы асқан, яғни батыр тәкаппарланды да бір күні жолбарыспен шайқасқанда қайтыс болды. Сол шайқасында батыр өз көбесінде болған. Сондықтан қазір Атабек ақсақал бір көбе ішінде 2 өлім жоқ деп, осы көбені шақанға ұсынып, шақанды жолбарыс ізі қалған жерге өзі әкеліп тастаған. Шақан жолбарыстарды іздегенде бір сауысқан шақанға кедергі келтірген. Ол шақанды көргенде бүкіл жануарларды сақтандырғандай, абай бол, бұл жерде адам келді дегендей дыбыс жасаған. Шақан жолбарысты көргенде жолбарыс шақанға секіріп, оған үстінен басып, тырнақтарымен тырнады. Мен сөнгендей осы көбенің арқасында шақан ауру жарақат алған жоқ. Бірақ жолбарыс шақанның сол қолының білегін сындырған. Өйткені шақан жолбарыстың астында жатқанда, ол сол қолмен басын қорыған, ал оң қолмен селебесін, яғни пышағын алып, жолбарыстың ішіне бірнеше рет шаншыған. Осылай шақан тағы бір жолбарысты өлтіреді. Шақан білегіне жарақат алды, ал бетінде жара пайда болды. 6-шы бөлім. Атабектің ауылы 15 үйден тұрады. Өзі бәйбішесімен тұрады, бірақ Менсұлу кіші әйелінен тапқан кенже баласы болды. Шақанның қолы қалпына келді. Шақан Атабекпен бірге көп отырған. Атабек көп сөйлеген, ал Шақан көп сөйлемеді.
Бір күні Атабек Шаханға келесі ойды айтты: осы әлемде барлық тіршілікті Құдай жаратты. Соның барлығы өз орны болуы керек. Сен өзіңді қожайын деп санама, жануарды қалдыр. Қазіргі заман өзгерді, ал сарын аң емес адам, деді. Біраздан соң Шақанның беті мен қолы жазылды, жаңа айқас табуға дайын болып, көңілі көтерілді. Ол Атабекке ауылдан кететіні туралы, ықыласы туралы айтты. Атабек Шаханнан қалуды сұрады. Типа, сен мен үшін туған ұлым сияқтысың. Мен сені бірінші рет көргенде жауқашар атамның аруағысың деп ойлап қалдым. Құдай сені бұл жерге жайдан жай әкелген жоқ. Шахан осындай ұсынысты күткен, сондықтан ол Атабекке бірден осылай жауап берді: ұсыныс үшін рахмет, бірақ мен тірі адам емеспін. Ұл болсам отыра алмаймын, күйеу болсам көндіге алмаймын. Одан да бата беріңіз, 5 жылдан сізге оралмасам, жаназамды шығарып, Құран аудартыңыз, деді. Ағаш байлап, шағын сал жасап, балқашқа түсті. Яғни Шахан балқашқа түскен. 7-ші бөлім. Шахан бір жолбарысты тағы да өлтіргенде, оған осындай ой келген: мен бала мен әйелімді өз қолымнан ажалға бердім, өзім жедім, кейін өлдім. Міне осы жерде жатқан өлік менмін, шапырашты Шахан. Ал мына тұрған аты жоқ, жаны жоқ, аруағы бар Шахан емес, жолбарыс. Мен атым Шері. Ал Шахан марқұмның жаназасын шығару керек, деп ойлады. Шахан ілеге аттанған, ойында тек қана кек. Ол күле бастады. 3-ші тарау, 1-ші бөлім. Шахан Сарқұм деген шөлдің жеріне келген. 2-ші бөлім. Шахан шөлдеп, құм үстіне жатып, қараса оған келес, яғни варан келген екен. Келес уже Шаханды жеуге дайындала бастады. Шахан жатып, жолбарыстар өлтіре алмаған Шахан какой-то келестің тамағы болып өлсе прикол болар еді, деп күлді. Шахан күшін жинап келеске ақырды. Келес қашты. Кейін Шахан өкінді. Өйткені ол ақырмаса, таяқты алып, келесті ұрып, оны жей алар еді. Шақанның суы мен энергиясы біткен. Ол бір тораңғы деген ағашты тапқан, және онда сөл тапқан. Яғни мен сөнгендей ағаш шырынын ішкен. Бірнеше күн бойы жатты. Бір кепкен өзен арнасын бойлай жүре бастады. Осылай ол көл мен жолбарыстарды тапты. 3-ші бөлім. Шақан бұрында қала болған орынды тапқан. Онда ол түрлі теңгелерді, құмыраларды және мыңдаған адам бастарын тапқан. 4-ші бөлім. Бір жас жігіт Шаханды іздеп тапты. Батыр аға деп сәлем берген, ал Шахан сәлем бермеді. Осы бала патшаға қарсы бірге күресейік деп айтты. Шахан осылай жауап берген: мен ақ патшада ақым жоқ, өз ғазауатым өзімде. Сұлтанына сәлем айт, азуы алды қарыз хан да 10 жыл алысып ешіне шығара алмады. Құр әурешілік болады, қарындас жұрттың қанына қалады, деп жауап берді. Яғни Шахан балаға отказ берген. Азуы алды қарыз дегеніміз өте күшті. Шахан патшаға қарсы 10 жыл алысқан күшті хан туралы айтқан. Мен тарихты онша жақсы білмеймін, бірақ мүмкін Шахан Кенесары ханға отсылка жасады деп ойлаймын. Кенесары отаршылық саясатқа көтерілісті 1837-47 жылдары басқарды ғой. Шахан балаға жолбарыс жақысын берді, ал бала Шаханға жаңа орыс мылтығын берді. Шахан жолбарысқа қарсы соғысын жалғастырды. Ілен басына өтіп, шарының шатқалын сүзді. Міне осылай Жетісуда жолбарыс әулеті тек Іленнің етегінде ғана қалғанына көзі жетті. Бір күні Көкбелес деген жерде Шахан бір шайқасты көрген. Зембірек пен мылтықтың даусын естіген. Қанын иісін сезіп, құса бастады. 5-ші бөлім. Бір күні Шахан бір қызыл жолбарысқа жақындағанда, жолбарыс оның үстіне секірді. Шақанның кеудесіне селебесі болған, бірақ ол оны өте баяу алғысы келді. Өйткені Шахан селебесін кенет алса, жолбарыс оны өлтіре алар еді. Кенет жолбарыс Шақаннан өзі үстінен түсіп, бұрылып жоғалды. Осы сәтте Шақан өзінің тірі адам екен, немесе
өлі аруақ екенін түсіне алмады. 6 бөлім. Осыдан бастап Шақанның жаңа бір сезімі пайда болды. Аяушылық емес, бірақ көңілі толмаушылық. Бір күні Шақан 2 жетім шөнжікті тапқан, бірақ Шақан оларды өлтірмеді, тек қана әрқайсысының құйрығын жартысын кескен. Осындай шолақ құйрықты шөнжіктер Шақан үшін таңбалы болған, бірақ өте келе осындай шөнжіктердің аң аулай алмай аштан өлетінін түсінді. Шақан бір күні бір шөнжікті тауып, оған тамақ берді және мойнына жіп байлады. Шақан оны қалдырғысы келді, бірақ шөнжік одан қалмады. Осы шөнжік Шақаннан бөлісін деп, Шақан үлкен қабанды атып тастап, өзі кетті. Міне осылай осы екеуі ажырасты. Осыдан 2-3 күн бойы Шақанның ұйқысы бұзылды. Өйткені ол әлгі шөнжік туралы ойлаған. Тек қана басқа бір жолбарысты өлтіргеннен кейін Шақан тынышталды. Тек біраз уақыттан кейін ол осы шөнжікті тағы да көрді, бірақ шөнжік өскен. Шақан мылтығын алып, әлгі өскен шөнжіктің жанына атты. Бұл Шақанның өзін өмірінде ең бірінші рет атар қатесі болған, яғни жолбарысқа тиген жоқ. Шақан бұған өкінбеді, бірақ қуанбады, ал жолбарыс қашып кетті. 7 бөлімде тек қана Шақанның ұсқынсыз түрі сипатталған, яғни ол адамға ұқсамаған, жануарларды өлтіретін құбыжыққа ұқсаған. 8 бөлімде де ешқандай іс-әрекет жоқ, тек қана флешбэк. Шақан Атабектің ауылынан кеткеннен 7 жыл кеткен екен. Атабекпен қоштасқаннан кейін ол Менсұлуға қоштасуға келді. Мен түсінгендей, Менсұлу Шақанды жақсы көргендігі сонша, оған жыныстық қатынаспен айналысуды ұсынды. Бірақ Шақан жолбарыс емес қой, жай бір сәтке ләззат алып, жай біраз уақытқа басқа жерге кете алмайды ғой. Сондықтан ол осы идеядан бас тартты. Және Менсұлуға мені күтпе деді. 2 жылдан кейін оралсам, саған күйеу боламын. Ал 5 жылдан кейін оралсам, саған бауыр болармын. Осы бауыр дегені не екенін мен түсінген жоқпын. Бірақ оралмаспын, жолбарыстан қаза табамын деп айтып, одан кетті. Осы жерде автор Шақанның ішкі дүниесі өлген сәті туралы бір теория ұсынған. Мүмкін Шақанның ішкі дүниесі әйелі мен баласы қайтыс болған күні өлмеген шығар. Мүмкін Шақанның ішкі дүниесі ол Менсұлумен отбасы құрудан бас тартып кеткен күні болған шығар. 9 бөлімде Шақанға осындай ой келді. Жоқ, мен тірі адаммын, мен елім бар, жерім бар. 10 бөлім. Шақан өз өмірі туралы ойлай бастады. Барлығын өзгерген, әйелі мен баласын өлтірген жолбарыс қой. Бірақ сол жолбарыстың артқы аяғында қорғасын оқ болған. Яғни бұрын осы жолбарысқа адам тиіскен. Жолбарыс өз бетімен адамға тиіспейді. Осыны Атабек те, Құбамерген де, Қарабатыр да айтқан. Осы рас болса, әлгі жолбарыс кек қуған шығар. Көкбелесте патша туының астында жалтақ жантай өлді. Тоқаймерген қара шетімен атқан. Шақан Сарыарқаға баруды ойлаған, өз елі онда. 5 жылдан кейін келмесем, жаназамды шығарыңдар деп кеткен. Әлі тірі, амандығын білдіру керек. Ата-баба моласын дәл іргесіне қала тұрғызды. 3 тарау осылай бітеді. Шақан өзінің ескі қонысына бет түзеді, төбесі ойылған, босағасы құлаған, ескі күмбез басында темір кісен күтіп тұр деп ойламаған. Енді бастау. Мен айтқандай 3 кейіпкер Шақан, Тілмаш және Төре. Автор бізге Шақанның сипаттамасын берген. Негізі фильм мен мультфильмдер әлемінде көздің жанында тыртығы бар, яғни шрамы бар, көптеген кейіпкерлер бар. Мысалы, Арыстан патшасының басы жауызы Скар, Скуби-Ду сериалындағы профессор Перикл, Марвелден Ник Фьюри, Танос, Star Wars'тан Энакин Скайуокер және тағы басқалары. Міне Шақанның да осындай кейіпкерлерде сияқты бетінің сол жағында самайдан 2-ке дейін 3 қатар тыртық, яғни шрам болған. Киімі жолбарыс терісі, үстінде жолбарыс жақы, ал басындағы бас киімінде 2 құлақ жолбарыс пұшпағы жабық тұр. Онымен қатар жолбарыс тырнақтары қосылған.
Шалбар да жолбарыс жонынан, яғни жолбарыстың арқа терісіне жасалған. Осы көрініс маған Марвелдің Крейвен аңшысын есіне түсірген. Тілмаш төреге құрмет көрсету үшін Шақанға бас киімді алу керек екенін айтты. Шақан тілмашқа жолбарыстай дыбыс шығарып айғайлады. Қорқақ тілмаш шегініп, төресінің аяғына жетті. Тілмаш орамалын алып, маңдайын сүртті. Төре соны көріп күле бастады. Ол Шақанға қадала қарап, «Сен ким, человек жолбарыс?» деп сұрады. Шақан төреге осылай жауап қайтты. «Мені жолбарыс жүректі Шақан деп атайды, бүкіл жетісу. Шақаншер менің атым». Тілмаш төресіне бұрылып, оған Шақан айтқан аударып, барлығын түсіндіре бастайды. Шақан ата-бабасының зиратына келгенін және өзімен бірге мылтығы болса да, оны ұстағанда ешқандай қарсылық жасамаған. Тілмаш Шақанға бұрылып, мынаны айтты. «Сен бунтовщик, сен Кенесарыға қосылған, сен Садыққа шпион болған, сен его высокоблагородиеге покушение ойлаған. Теперь не уйдешь. Сен көкбелесте болғансың, свидетель бар, сен қаштың. А то осы мылтықты қайдан алғансың? Сен жантайды атқан», деп айтты. Шақан осы Кенесары бунтовщик не екенін түсінбеді. Шақан күле бастады. Эпилог. Эпилогта роман авторы Мұхтар Мағауин осы шығарманы қалай жазғанын баяндаған және ол өзі туралы «мен» деп жазған. Мұхтар Мағауин 1940 жылы туған. Дәл сол жылы Жетісудің ең соңғы жолбарысы оқтан қайтыс болған. Ал 1948 жылы Қазақстандағы соңғы жолбарыс қайтыс болды. Бірнеше жылдан кейін Мағауин 1871 жылы Петербургта военный сборник журналында шыққан «Отважный туркестанский охотник Шахан» мақаласын оқыды. Кейін Мағауин Жетісу өлкесінің архивінде отырғанда бас бұзар қырғыз Шақан Тигрдің іс қағаздарын тапты. Осы Шақанның Малтай Жантаев аты туысы болған. Осы туысына сәйкес, осы Шақан өкіметке теріс болған және қоғамға қатерлі адам болған. Менің бар машақатым осы арадан бастаған, деп жазды Мағауин. Осыдан кейін Мағауин көптеген материалдарды іздеген және Мағауиннің айтуынша жолбарыспен байланысты 4 түрлі Шақан бола алған. Біріншісі, сыр бойында жолбарыс алуған мерген Шақан. Екіншісі, Әулие-Атада 1867-69 жылдары болған ұлы жүз қазақтарының патшалық тәртіпке қарсы көтерілісіне басшылық еткен батырлардың бірі жолбарыс Шақан. Тағы 2 Шақан туралы Жетісудан дерек табылды. Мүмкін осы 4 Шақан атты адамдар бөлек адамдар, ал мүмкін соның барлығы бір ақ адам болған шығар. Мағауин жазған «Құрметті оқырман», әдебиетте типтендіру немесе жинақтау дейтін ұғым бар, яғни 4-еуін қосып бір адам жасаймыз. Мағауин эпилогты осылай аяқтады. Тасқа қашалған 1000 жылдық көне ескерткішке айтылғандай, анамыз қара жер, атамыз көк аспан, кісі ұғлы, яғни мына біз осы екеуінің ортасында алғашқы күн шапағымен бірге жарылыппыз. Бұл мәңгіден келеміз. Мәңгі жасаймыз деген сөз. Осыған сенейік, тек суыра соққан меңіреу құм, қылтанақсыз тақыр, тамшы сусыз шөл, адам баласы алыстаған өл аймақтардың барлығы да бір заманда нулы, дулы, жасыл жазира болыпты деседі. Осыны ұмытпайық. Енді шығарманың бас идеясын талдайық. Мен ойымша негізінен жазушылар өз шығармаларын белгілі бір идеяға келтіріп жазбайды. Сол себепті әдетте әрбір адам шығармада өз басты идеясын таба алады. Біріншіден видеоны паузаға қойып, шығарманың басты идеясы неде деп ойлауға уақыт берейін, ал кейін мен өз ойымды айтамын. Мен ойымша шығарманың басты идеясы адамдар нағыз паразиттер, жануарларды өлтіретін, табиғатты құртатын барлығы адам. Осымен болды. Шығарма авторы Мұхтар Мағауин биыл Мэрилендте қайтыс болды. Оған осы шығарма үшін рахмет. Сендерге де осы видеоны қарағандарыңа рахмет. Сау болыңдар.